Құрметті оқырман, Өмірай каналынан басқа да қызықты әсерлі әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеле кетіңіз. Ерік Шымкенттен Таразға баратын 4 адамды алып, ала таңмен жолға шықты. Таңмен шыққанда әдетте жолаушылар тым-тырыс болады. Алдыңғы жақтағы үлкен кісі ғана жолдың кедір-бұдырына күңкілдеп келеді. Ерік жолаушылардың ұйқылары ашылдау дегенде музыка дауысын көтеріп қояды. Өзбектің әні құйқылжып, лезде салон іші шаттықтың лебіне толды. Ерік үшін көлік айдау нан табатын кәсібі ғана емес, жаны сүйетін ісі. Таксист болып жүрген 8 жылда жолаушының сан түрін көрген. Еріктің құйрық жалы сүзілген сұлу арғымағы, сұр аудине қандай адам мінбеді десеңші. Жас кәрісі үлкен кісілерді айтқан жағына апарып, батасын алады. Олар Каспий арқылы есептеу дегенді білмейді. Қалталарында үнемі қағаз ақша болады. Әңгімелесуге құштар. Баяғыда біздің жас кезімізде деп бастағанда бір түрлі өңдері жасарып кеткендей болады. Кейбіреуі жемқорлық пен қымбатшылыққа шағынып, президентке ұрсып, саясатқа болжам жасайды. Ерікке жолаушы не айтса да ұнайды. Басын изеп қойып тыңдайды. Жолаушысын қостап күледі. Мұның көлігіне кейде ішкендер де отырады. Мас адамдардың әрнені бір айтып мазаны алатындары бар. Бірақ олар бәрібір қауіпсіздеу. Тек оның көңіл күйіне қарай әрекет етуің керек. Ерік оны біледі. Егер жолаушысы қызғандау, көңілді көрінсе, музыканы қаттырақ қойып, оның әңгімесін қостап, өзі де ретіне қарай 1-2 сөз айтатыны бар. Егер жолаушысы көңілсіз болса, бұл да үнсіз, мұң кешіп, соның ыңғайын бағады. Мас адамдар ішкі дүниесімен айналасындағы адамдарды сезіне алады. Өтірікті де бірден байқайды. Ерікке әсіресе тойдан қайтқан, құдалықтан шыққандарды тасыған ұнайды. Тойдан қайтқан қазақтар әдетте көңілді. Қалыңмал мен киттің әңгімесін тыңдау қызық. Кейбір адамдардың мұның көлігіне мінген кезде әлдебір қорған пана тапқандай жандары жайланатыны бар. Оны ерік те сезеді. Әсіресе жалғыз басты адамдар. Өзімсініп, әңгімесін айтып, не шаруамен жүргендерін де жасырмайтын адамға мұның да жүрегі жылиды. Неге екенін олар ерікке әлдебір алыс туысы секілді жылы шырай көрінеді. Қала ішінде таксист болып жүрген кезінде сіз машинаны жақсы айдайсыз, сізге хабарласып, шақырып тұруға бола ма деп сызылатын қыздар да болған. Рас, осыны айтып, келіншегін аздап қызғандырып та қойған. Ерік жымиып қойды. Жолаушының бәрі ерікке ұнайды, немесе еріктің көлігі бәрінің көңілінен шығады деуге болмас. Адамдар әртүрлі ғой. Мәшинеңді неге таза ұстамайсың деп ұрсып кететіндер де болады. Бірақ оңтүстікте бұл мүмкін емес сияқты көрінеді. Әркім сөмке зат, қапшықпен көкөніс тасиды. Тіпті қыстың ішінде күздегі жиын терінің топырағын тыңайтып, орнына аскөк егіп, соны сатып жүретіндер табылады. Салонда отырып тамақ жейтіндер бар. Соңғы жылдары жаз шықса, оңтүстікте басқа жақтан, Астанадан, батыс облыстардан қыдырып келетіндер де көбейген. Басқа жақтан келген адамдарды тану қиын емес. Олар секемшіл, аңғал, шаршаңқы көрінеді. Сонымен бірге ақшалы келеді. Оларды көлігіңе салып алып, тиіп тұрған сайрамға апарып, үй сайын тоқтап, әр әуленің басына апарып, Шымкенттің көрікті жерлерін көрсетіп, қыдыртып келгеннің де өз қуанышы бар. Сондайда ішінен осынау берекелі мекенде туып өскен тағдырына риза болар еді ерік. Ерік сонымен бірге клиенттерінің жұмысына асыққан қызметтегі адам ба, әлде ешқайда асықпайтын қолы бос адам ба, өзінің көлігі бар адам ба, оны да аңғара білетін. Бұрын көлік айдағандар, немесе өзінің көлігі бар жігіттер мұның сұр аудиіне отырса да, ойша көлік айдап бара жатқандай қалыпта көрінетінін айнадан талай байқаған. Олар әр қимылыңды бағады, жол белгілерін де қадағалап отырады. Тек соңғы 1 жылдың көлемінде ерік қаланы қойып, Шымкент пен Тараз арасын жол қылған.
Әдетте бұл екі ортаға шаруамен не сапарлап бара жатқан адамдар мінеді. Кейде сол адамдар келген көліктерімен кері қайтады. Негізінен шаруа баққан, қақ-соқпен ісі жоқ адамдар. Ерік клиенттерін жеткізіп салып, тараздан кері қайтарда күндегідей салон толғанша күткісі келмеді. Бүгін ұлының туған күні болатын. Ертерек үйіне барып, ұлы сұрап жүрген пульті бар ойыншық машинаны апарып қуантуы керек. Шайханадан жеңіл түстеніп алды. Көлігіне отыра бергенде ұзын бойлы жас жігітпен талдырмаш қыз бері бұрылды. Арқасына қара рюкзак ілген жігіт қолын беріп амандасты. Шымға барасыз ба, көке? Иә, барамыз. Орын бар ма, көке? Неше адамсыңдар? Екеуміз. Жігіт иегімен қызды нұсқады. Қашан шығасыңдар? Қазір шығып кетсек жақсы болар еді. 4 адамға төлей алсаңдар жүрем. Төлейміз, көке, уайымдамаңыз. Қызға бұрылған жігіт әлденені айтып жатты. Бойы ұзын, сымбатты жігіттің жаңа сәнмен қиылып, үсті ғана жиренге боялған шашы өзіне жарасып тұр. Жасы 20-ға толар-толмас көрінеді. Қара торы, ат жақты, сопақша жүзі, үлкен көзі, ұзынша біткен қыр мұрны. Әне біреу кім еді бір әртіске келетіндей. Аяғындағы аппақ кроссовкі жаңа, джинсы шалбарының түсі қанық көк. Қыз да жігіт секілді ақ кроссовкі джинсы киіп алыпты. Сұр футболканың сыртынан ақ кофта ілген. Жіңішке баулы қол сөмкесі де ақ түсті. Дөңгелек сарғыш жүзінде табиғи әдемілік бар. Қастарының арасы қосылардай, қалың кірпіктері ұзын. Ұзын шашын оң қолымен серпіп қайырып қояды. Күлген кезде тәмпіштеу мұрнының етегі жайылыңқырап кетсе де, онысы өзіне жарасып тұр. Біраз күбірлескен екеу салонға жайғасты. Жігіт қара рюкзагын багажға салмай қасына ұстап отырды. Таразда тұрасыңдар ма? Деді жолға түскенде ерік жолаушыларын әңгімеге тартып. Сайрамда. Шымға барамыз дегенге? Оқимыз, студентпіз. Қыдырып жүрсіңдер ма? Иә. Таразда жақсы жер ғой, бірақ Шымкентке жер жетпейді. Иә. Жігіт әрең жауап бергендей. Үнсіздік орнады. Жол үстінде жолаушының әңгімешіл болғаны жақсы еді. Мейлі, осы күнгі жастар әңгімешіл емес. Оларға тек телефон болса болды, деп ойлаған күйі Ерік те үнсіз отырды. Музыка үнін көтеріп қойды. Тараз бен Шымкент арасындағы жол шамамен 185 шақырымдай болса да, өз басы тас жолдың үстінде жылдамдықты асырудан сақтанады. Кей тұста бір жер еңіз, бір жер дөң. Оның үстіне жол үстінде көлік көп. Тас жолда жарысатындар онсыз да толып жатыр. Жігіт пен қыз өзара өзбекше сыбырласып қояды. Жігіт 19-да болатын, қыз бірер жас кіші. Екі жастың махаббаттың балын татып жүргендеріне жылға жуық уақыт болған. Мамырдың басында екеуі Таразға жұмыс іздеп келген. Бірақ күзетшілік, сатушылық, даяшылықтың бірінің ақшасын ассынды, бірін қиынсынды. Бір жұмыс берушінің мінезі ұнамады. Ақыры ештеңе таппай Шымкентке кері шыққан беті. Жігіт ұзын саусақтарын тырс-тырс үзіп, көліктің терезесінен далаға қарап келеді. Оның өз үйіне қайтқысы келмейді. Сабаққа да зауқы жоқ. Егер ақшадан тарықпаса, қыдырып жүре берер еді. Ол жанында отырған қыздың иығынан құшақтап, өзіне қарай тартып қойды. Қыздың да үйіне баруға ықыласты еместігін сезеді. Ол әкесін білмейтін. Шешесі екеуі қаланың ескі бөлігіндегі бір пәтерде тым жақсы тұрып жатқан кезінде шешесінің ауылға күйеуге шыққанын, содан бастап өмірі өзгергенін, өгей әкесі бүкіл бау-бақшаның жұмысын мұның мойнына іліп қойғанын, өгей әкесін де, шешесін де жек көретінін бұған жасырмай айтқан болатын. Ерік көліктің айнасына көз салғанда, арғы жақтағы жолаушысының өңі біресе сазарып, біресе тұнжырай қалатындай көрінді. Жаңа ғана қызымен сыбырласып, күлімдесіп отыр еді. Сәт арасында өкпелесіп қалды ма екен. Әй жастар-ай, қыз болса момақан отыр. Қарындас
Шөлдеген жоқсыз ба? Менде салқын сусын бар, деді Ерік. Ішпейді, шөлдеген жоқ, деп дүңк етті жігіт. Жарайды, жай сұрағаным ғой. Тағы үнсіздік. Көліктегі әуен екінші айналымда қайталанып жатты. Жігітім, жолақысын төлей берсең болады, деді Ерік май құю бекетінен шыға берісте. Төлейміз ғой, не болып барады? Жігітім, өйтіп қатты неғымасаңшы, жай төле деп жатырмын. Не, ақшадан өлдің бе? Жігіт танауы қусырылып, түйіліп отыр. Ақшасы бар ма екен өзінің, деп ойлады Ерік. 4 адамның ақысын төлеймін дегенге қуанып мінгізіп алды. Кім білген? Таксист күрсінді. Ақшасын төлегісі келмей қашатын, болмаса төбелес шығаратындар да болады. Ондайда бәріне дайын болуың керек. Таксистің жұмысын оңай дей алмайсың. Кейде баратын жағын анықтап айтпайтын, не белгісіз мекенжайды айтатындар бар. Қыста болған оқиға ойына оралды. Ымыртта 2 жігіт мінген. Кіре сала, мұның қолына анау-мынау емес 15 000 ұстата қойғасын көңілі жайланған. Бірақ біраз жүрген соң бұл екеудің есірткімен байланысты адамдар екенін түсінген. Амал жоқ, дірілдеп отырып айтқан жақтарына апаруға тура келген. Одан олар телефондағы навигаторға үңіліп, тоғайдың арасынан бірдеңе іздеп кеткен. Егер олардың қалтасына жасырын есірткілері болып, алдарынан полиция ұстап алса, онда Ерікті де алып кетіп, отырғызып қоюы әбден мүмкін еді. Ал Ерікке жұмысын тастауға болмайды. Оны үйде келіншегі мен баласы күтіп отыр. Бүгін ұлының туған күні. Ерік жанына қоя салған пультті машинаға риза көңілмен қарап қойды. Соңыра ұлы қалай қуанар екен. Таксист музыканы ауыстырып отырды. Қарындас, қандай музыка қояйын? Өзбекше ме, қазақша ма? Көке, алдыңдағы жолыңды білсе, тыңдамайды ол музыканы. Музыка керек болса, қолында телефоны бар емес пе? Жігітім, не болды? Сұрауға болмай ма? Сұрама, деп күңк етіп сазара түскен жігітке қыз естілер-естілмес қып әлдене деп еді, анау одан сайын ашуланып қалғандай болды. Таксистің қолындағы айфонның арзан еместігін, Аудидің де күтіп айдалған көлік екенін жігіт бірден байқаған. Бұлар қару ұстап жүре ме екен, мысалы травмат, деп ойлады жігіт таксистің желкесінен көз алмай отырған күйі. Әй, бірақ ауылдан шыққан қазақы адамдар ондайға жете қоймаған шығар. Оның үстіне травматтың да пәлесі көп. Оған резеңкеден болса да қару саналады. Жатқан бір бәле, наркологтан, психологтан анықтама, оны сақтайтын сейф керек. Одан гөрі бұрыш шашатын баллон алып жүрген жақсырақ қой деп ойлап кетті жігіт. Ал пышақ ше, пышағы бар ма екен? Ол жаңа ғана рюкзактан шығарып, жүзін төмен қаратып, өзінің қолтығының астына қарай жасырған пышағын үстінен байқатпай сипап қойды. Таксистің жуан мойнына көз салды. Өзімен салыстырғанда ананың денесі де алпамса, күші де бар екені көрініп тұр. Таксист қауіпсіздік белдігін тағып отыр. Әлде сонымен өзін қылғындыра салама. Ал егер оны іштен талдырып ұрса, онда ол бір сәт демала алмай қалып, бар күшін тыныс алуға жұмсағаннан әлі кетіп, мұнымен қарсыласа алмас еді. Бірақ іштен ұру үшін оның дәл жанында отыруы керек еді. Жоқ, алдыңғы жақ шабуыл жасауға ыңғайсыз. Осы отырысы дұрыс. Қолына үлкен пышақ ұстаған осы отырысы аса ыңғайлы көрінді. Егер қазір бір қолымен оның кеудесінен ұстап, тырп еткізбей, тамағынан орып жіберсе, анау қыңқ деуге үлгірмес еді. Бірақ өйтуге өзінің күшіне сенбеді. Алды да пышақты оның бүйірінен ұрды. Қыз оқыс шыңғырып жіберді де аузын басты. Жүріп келе жатқан көлік тоқтай қалды. Екінші соққыны сілтеп үлгірмеді. Жарақаттанғанына қарамастан, таксист оның қолын серпіп жіберіп, қауіпсіздік белгісін ағытып үлгіріп, жан дәрмен есікке жармасты. Бүйірі шым етіп, аяқ жағы суып кеткен Ерік салоннан шығып қашпақ болған еді, бірақ қаша алмады. Басы айналып,
Аяғынан әл кетіп, бірнеше метр жер ұзап барып құлағанын біледі. Одан арғысы бұлдыр-бұлдыр, буалдыр тұман арасына сіңіп кеткен. Қастарына Нексия тоқтағанын, одан екі ер адам түсіп, мұны тұрғызбақ болғанын, жігіт пен қыздың Аудидің иесі ретінде сөйлеп, жолдан адам қағып кеттік дегендерін де, өзін көтеріп әкеліп, көліктің артқы орындығына салғанын да ерік білмеді. Мамыр айының түске тырмысқан мезгілі. Үлкен жолдың үстінде Нексия көлігі зулап келе жатты. Иесі 40-қа толмаған жігіт, бір қолы рульде, бір қолымен шекілдеуік шағып отыр. Жанындағы шашына қырау қона бастаған елулердегі ер адам қалың ойға шомған. Артқы орындықтағы ет жеңділеу әйелдің көзін телефонға жапсырғанына жарты сағат болған шығар. Соған есі кеткені сондай, ауаның қапырық екеніне, үстіне киген кең көйлегінің қолтығы мен омырау тұсы шылқып терлегеніне де мән бермейтіндей. Қасындағысы күйеуі болуы керек. Басын әйелдің иығына қойып қалғып кеткен. Ал күннің ыстығында шашын бос жайып жібере салған жас қыз құлағын сымсыз құлаққаппен бітеп терезеге мағынасыз меңірейеді. Шопыр жігіт алыстан көріп келеді. Алда тоқтап тұрған сұр түсті Аудиден бір ер адам шығып, көліктері әрі-бері өтіп жатқан үлкен жолдан жүгіріп өтті де, жол шетіне жетер-жетпесте құлап жатты. Іле-шала сол Аудиден бір жігіт пен қыз түсіп, құлаған адамның соңынан жетті. Осы кезде ағындап келе жатқан Нексия да олардың қасында тоқтай қалып, иесімен тағы бір ер адам ілесе түсіп, дереу құлап жатқан адамға көмекке жүгірді. Ер адам бір қолымен бүйірін ұстап, көзін жұмған күйі ауыр тыныстайды. Қолына қан жұққан. «Бауырым, не болды?» деді Нексияның иесі абдырап. «Көмек керек пе?» Ер адам әлдене дегендей болды, бірақ не айтқаны түсініксіз еді. «Ауруханаға апарайық па? Не жағдай болды?» Нексияның иесі қаңсыраған адамды демеп тұрғызбақ болды. Сол кезде Аудиден түскен жас жігіт жерде жатқан ер адамның екінші жағына келіп жармасты. Шамасы көтеріп алмақшы. «Жоқ, ауруханаға өзіміз апарамыз, өзіміз. Сіз танисыз ба? Бұл кісіге не болған, не жағдай?» «Аға, біз кінәліміз». Жас жігіт Нексия иесіне басын қайта-қайта изеп тез сөйледі. «Қатты жүріп келе жатқан едім. Мына кісі қайдан шыққаны белгісіз жолдан жүгіріп өтті де, мен байқамай қалып қағып кеттім. Телефонмен сөйлесіп отыр едім, байқамай қалдым». «Байқап жүрмейсіңдер ме? Рөлде отырғанда бір көздерің телефонда. Мына кісіге жедел жәрдем керек қой. Қан ба немене? Өзіміз ауруханаға апарамыз. Оған уайымдамаңыз, жолыңыздан қалмаңыз. Тек салонға кіргізуге көмектесіп жіберсеңіздер. Тездетіңдер енді, өліп қалмасын». Нексияның иесі мен қасындағы жолаушы бар, үшеуі жерде жатқан ер адамды көтеріп апарып, Аудидің артқы орындығына жатқызды. Жігіт пен қыз Нексияның иелеріне рахмет айтып, көлікті оталдырды. Жол шетінде қан дақтары қалды. Жаңағы құлап жатқан ер адам қансырап қалмай тұрғанда тезірек жеткізсе болар еді деп ойлаумен болды Нексияның иесі жол бойы. «Қатты жүріп келе жатып қағып кетті дей ме?» «Иә, жас жігіт, көп болса 20-да шығар. Қатты соғатындай қандай жылдамдықпен жүрді екен? Ұшырып жіберген бе?» Жастар көздеріне қарамай айдайды. Ал ана кісі, бірақ ол бұған жолдан өтіп бара жатқандай емес, сол Аудидің ішінен түскен сияқты көрініп еді ғой. Өз көзімен көрді ғой. Алыстан солай көрінген. Бірақ жас жігіт оны жол үстінен кездесті дей ме? Сонда ол ер адам қайдан шығуы мүмкін? Жақын маңда ауыл жоқ, әлде мас па? Бірақ сұлқ жатқан адамнан спирт иісі шықпайтын сияқты. Бір бүйірін таянып ұстайды. Қолында қан. Әлде жігіт бірдеңе жасыра ма? Не болса да жаңағы адам аман болса екен. Жолда адам қағып кеткен деп хабарлау керек, деді ол дауыстап. Кімге айтқаны белгісіз. Арт жақтағылар естіп отырса да үндемеді. Құлаққап киген қыз өз әлемінде. Әйелдің иығына басын қойған ер адам
әлі ұйықтап жатыр. Таксисті көліктің артына салып, рөлге отырған жігіттің аяқ-қолы бастапқыда дірілдегендей болғанымен, сәлден соң бойы үйренейін деді. Арт жақтағы таксист жарақатын ауырсына ыңғылдап, сәби секілді аянышты ыңырсыған күйі бүктетіле береді. Аңқылды естігісі келмеген жігіт музыка дауысын қаттырақ шығарып қойды. Орындықтың астыңғы жағынан лас шүберекті тауып алып, таксистің аузын бітесем бе деп бір ойлады да, оның қолына жұққан қаннан жиркеніп, лас шүберекті таксистің бетіне лақтыра салды. Екі көзін жолдан айырмады. Жол бойындағы әрі-бері жүйткіп өтіп жатқан көліктер ғана оған салондағы көңілсіздікті ұмыттыратындай. Тек біраз жүргенде алдынан қарсы ұшырасқан Приорадан әлдекімнің қол көтеріп сигнал беріп өткені ғана мазасын қашырды. Ол кім? Приораның иесінің бұған таңырқай қарап өткенін көрді. Әрине, Приорадағы адам мына таксистің танысы, және Аудидің рөлінде отырған таксист емес, мүлдем басқа адам екенін көргенде таңғалмай қайтеді. Не істеу керек? Қасындағы қызға сұраулы жүзбен қарап еді. Ол ештеңеге қатысы жоқ адамдай басын терезеге бұрды. Із жасыру үшін не болса да Сарыағашқа жетуді ойлады. Шамамен 150 шақырым. Газды баса түсті. Басқа ештеңе ойлаған жоқ. Ештеңені ойлағысы келмеді. Музыканы бақырта түсті. Жолдар. Бұл кезде еріктің аздап есі кіргендей болды. Не болып, не қойғанын толық түсіне алмай, басының мың сан бөлікке бөлініп, қатты сынып ауырып жатқанына қарамастан, ол өзін тірі секілді сезінген. Күн сайын алдынан шексіз болып көрінетін жол қайта кеткен, деп ойлады ол бір сәт. Биік аспан ше, қайтадан есі ауып кетті. Сәлден соң ауырсынудың азабы әлде қайда жоғарылап, ол ыңырсуын тоқтатып, тыншып қалды. Тағы біраз жүрген соң, қинала ыңырсыған дауыс қайта шықты. Бұл терең жарақаттың жанды шыдатпай, жүйкені ширықтырған ауыр азабы еді. Жүректі мың сан ине тығып, піскілегендей қорқынышты дауыс үдеп барады. Таксистің тоқтаусыз ыңқылы жігіттің жүйкесіне тиді. Бір кезде таксистің сандырақтаған дауысы оқыс шыққаннан жігіт рульден айырылып қала жаздады. Ызаланған ол бір боқтап, көлікті тоқтатып, артқы есікті ашты да таксисті етбетінен жатқызбақшы болды. Бірақ тар жерде бұл қиын болып шықты. Денелі жігітке шамасы келер емес. Маған көмектесші тез, деп айқайлады қызға. Екеулеп таксисті етбетінен салған болды. Сарыағашқа жақындаған жігіт айналаға алақ-жұлақ етіп, алаңдап қарап келеді. Оған адам қарасы жоқ, ешкім жүрмейтін жер керек еді. Ол жартылай салынған үйлерден басқа ештеңе көзге түспейтін ашық жазыққа бұрылды. Бастапқы ойы іске аспайтынын ойлаған жігіт ызаланып шырт түкірді. Ол таксисті оңаша жерге апарып, көзін жойып, көлікті сатып жібермекші болған. Сонда көп шаруасы шешілетіндей көрінген. Банктегі 800 000 теңге қарызын жабады, қыдырады. Қызы екеуіне қымбат телефон алады. Екеуіне қате жасадым деп өкінді. Ашуға берілмей, таксисті қалтарысқа апарып, жоспарына ақырын кірісу керек еді. Асығыстық, қас қылғандай, анау Нексияның да тап бола кеткенін қарашы. Қайта байқамай адам қағып кеттік деп айтып жіберген өтірігі пайдаға асты. Нексиядағылар ештеңеден күдік алмаған сияқты. Жол үстінде асығып бара жатқан адамдар жолда не көргенін ойлап жүреді дейсің. Ал егер полицияға хабарласа ше? Жоқ, ондайды ойлап қауіпті жақындатудың қажеті жоқ. Тек жақсы бірдеңе ойлауы керек. Жігіт ойын басқа нәрсеге аударуға тырысты. Аудиді сатса, қалтасы толар еді. Көлемі шағындау, іші жыпыны болса да, мықты, қанша мінсе де шашылып қалмайды. Айдауға сенімді. Қарапайым адамдарға қосалқы бөлшектері қол жетімді. Фильтрі де жапондікінен арзан, сөзсіз жақсы сатылар еді. Бірақ енді сату қауіпті. Тек бөлшектеп қана саталады. Ол да қиын.
Жігіттің басы қатты. Ал таксисті қайтеді? Ол туралы ойлағанда жігіттің көңілі тіпті түсіп кетті. Адам сирек баратын тоғай арасына апарып көміп кетсе ше, әлде көлікпен бірге өртеп жібере ме? Ал сосын жолда кездескен көлікпен кері Таразға кетіп қалса, ол таксиске көз тастап еді. Көзіне ол әлі де қозғалатын сияқты болып көрінді. Жігіт пышақты алды да бар пәрменмен салып жіберді. Пышақ таксистің сол жақ иығы мен кеудесіне, өкпесіне кіріп шығып жатты. Таксистің ішінен бірдеңе қорс еткендей болды. Бұл жүрекке қан баратын үлкен көк тамыр, күре тамырлар зақымданып, іштен қан кетіп жатқаннан шыққан дыбыс еді. Жігіт салқынқанды қалпын бұзбады. Өзіне сол керек деді ішінен. Бүгін сен өлдің, ертең мен. Онда не тұр? Такси айдап, жолаушы жолақысын төлей ме, төлемей ме деп уайымдап өмір сүруде қызық болып па? Қасындағы қыз оның қимылынан көз алмай отырған күйі бойын діріл биледі. Ол таксисті екінші қайтара пышақтаған кездегі жігіттің түр-әлпетінің танымастай болып өзгергенін көрген. Осы жоспарды ұсынған өзі екені қыздың есінен шығып кетті. Ол енді өзінің сүйгені шімірікпей кісі өлтіре салған жігіттен де, арт жақтағы жансыз қолдардан да ешқандай қауіп жоғын білсе де, таксистен қатты қорқа бастады. Осы сәтте көліктен түсіп қалып, айдалаға жүгіре бергісі келді. Әлде Таразда болған кезде жігіті әлдекімнің пәтерінен ұрлап кеткен алтын жүзік, алтын сырға, смартфон, тағы бір заттарды аппақ қол сөмкесінен алып, терезеден лақтырып тастасам ба екен деп те ойлады. Әйтеуір бірдеңе істегісі келді. Осы кезде түк болмағандай мелшиіп отыра беруге енді төзімі жетпегендей. Іші басы суып, бұдан әрі қасындағы жігітті бұрынғыдай өліп-өшіп жақсы көре алмайтынын түсінді. Жігіті келер айда туған күніне сыйламақ болған қымбат телефонға да әуестігі басылып қалды. Таксист болса өліп қалды, полиция ұстап алса не болмақ, түрмеге қамай ма? Қалайша бұлар мұның өзі де жап-жас күйінде сотталама. Қайдағы бір таксист үшін? Оны өлтірген бұл емес қой, жігіті, керек болса өзі сотталсын. Қыздың өкіріп жылағысы келген, бірақ жас тамағына түртпектеліп бері шықпай қойды. Жұмысты ақыры таппадық, ақша болса бітті, деп тұнжыраған жігітіне көлігі тәуірлеу, өзі жалғыз жарым жүрген таксисті өлтіру туралы ойды айтқанда, оның соңы тап осылай боларын болжамаған. Адам өлтіру, тонау, із жасырып кету, тапқан олжаларына емін-еркін өмір сүру оған кинодағыдай оңай көрінген. Ешкім ештеңе білмей қалатынына сенімді болған. Ештеңеден қорықпаған, өйткені жігітіне сенген. Оның барлық жағдайда жол тауып шығатынына сенген. Шешесін де, өгей әкесін де енді қайтып көргісі келмейтіндіктен алдағы өмірін тек осы жігітпен бірге елестеткен. Бірақ оны шынымен де осындай қатыгездікке барады деп ойламапты. Осыған дейін жігіті оған жұмбақ, әлдебір құпиясы бар, ерекше болып көрінетін. Оның бұл үшін бәріне баратынын, бұдан ештеңе аямайтынын да білетін. Сол үшін сүйетін оны. Енді келіп, өзі өлім аузындағы адамға үсті-үстіне аяусыз пышақ салған, аяныш сезімінен жұрдай қатыгез жігітін көргісі келмеді. Жігіт қыздың мұңайған жүзіне қарап, оны бір қолымен құшақтап, өзіне тартты. Қыз оның басына басын сүйеп, оның денесінің қызуын сезініп отырып, көп ұзамай бұлардың махаббатының құрдымға кетерін ойлады да қыстығып жылап жіберді. Болды, жылама. Сен қалай істедің оны? Сен бұрында. Болды, сандырақтама. Сенен қорқайын дедім. Немене? Осының бәрі сенің жоспарың емес пе? Мен сен үшін, екеуміз үшін. Анау демалмайтын сияқты ма? Деді жігіт сөзін аяқтамай, арт жақтағы орындыққа басын бұрып. Иә, енді не істейміз? Кету керек. Қайда? Алматыға дедік қой, білмеймін, Ташкентке ме, әлде Таразға ма? Алматыға кетейік.
Жігіт көлік ішін көзімен тінткілеп, пайдаға асады-ау деген заттарды салып алды. Әдемі қораптағы ойыншық машина рюкзакқа сыймай әуреге салды. Ақыры сыйғызды. Таксистің қалтасындағы қара әмияндағы төлем картасы мен аз-маз ақшасын алып кетуді де ұмытпады. Таксист өзімен ала шыққан 2 баклажка су жылып кетіпті. Беті қолдарын жуып алса да сергей алмады. Қара рюкзактан таза футболка алып киімдерін ауыстырды. Кроссовкаға тиген қан дақтарын сүртіп, кір футболканы лақтыра салды. Олар осының бәрін асықпай жайбарақат істеді. Осылай көлікті айдалаға тастап, жаяу ұзай берген олар алыс туысының үйіне келгенде барып терең дем алды. Бұларды ешкім байқаған жоқ, демек ешқандай қауіп те жоқ. Алдарынан жүгіріп шыққан 4-5 жас шамасындағы ол әдемі қораптағы пультті машинаны көргенде 2 езуі 2 құлағына ілініп қуанып кетті. Тек үй иесі әйелдің «Қайдан келесіңдер, қайда барасыңдар, немен келдіңдер, ол таксист қай жақтан екен?» деген бітпейтін мылжың сұрақтары ғана шаршап келген бұларға ұнамаған. Жігіт ары қарай не істерін ойламады. Алматыға жетіп алса көреді. Әбден шаршаған екен. Кешкі асты үнсіз ішкен соң сілесі қатып ұйықтап қалыпты. Ол тіпті түнде қыздың басқа бөлмеде болғанын да білмеді. Екеуі ертеңінде ерте тұрып, жуынып шайынып, автовокзалға барды. Екеуі бір қарағанда асықпай, қамсыз қыдырып жүрген ғашықтар сияқты. Жаз шықса, сөмкелерін арқасына асып, қыдыруға асығып тұратындар аз ба? Бұлар да сондай, өздері жас әрі әдемі. Көрген көз қуанатындай жарасымды жұп еді. Бірақ зер салып қараған кезде жігіттің тықыршып, біресе телефонға қарай беретінін байқауға болар еді. Ал қыз сабырлы қалпынан өзгермей, қолындағы коланы асықпай жұтып, ұзын кірпігін қағып қояды. Ол әлденеден сақтанып, іштей секем алса да, полицияны тап бүгін дәл осы қазір көремін деп ойламаған еді. Автовокзалда бейтаныс 2 жігіт өздеріне қарай бет алғанда жігіттің жүзі қабарып кетті. Ол жай киіммен жүрген полицияны танып қойды. Ойына бірден түнде өздері қонып шыққан үй иесі әйел түсті. Сумаңдауы жаман еді соның, қап, бекер бардым сол үйге, деп ойлап үлгірді. Қасындағы қыздан сезіктену оның ойына да келмеген. Сол күні бейтаныс әйел полицияға телефон шалып, жолда адамды қағып кеткенін хабарлаған еді. Бұл Нексиядағы жолаушы болатын. «Я, ер адам, жағдайы ауыр сияқты. Нешінші шақырымда дейсіз бе? Қазір, шамамен айтайын, Ауди нөмірі». Сол жерде бір қызбен жігіт болды. Оқиға орнына келген полиция жол шетіндегі қан ізін көрді. Бұл сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай реестріне қарақшылық ретінде тіркелді. Бірақ арада бірнеше сағат өтсе де, не жергілікті ауруханаға көлік басып кеткен адам түспеді. Полиция тез арада Ауди көлігінің иесінің жеке тасымалдаумен айналысатын 1984 жылғы азамат екенін, жақын маңдағы ауданда тұратынын анықтаған. Мамырдың ортасында оңтүстікте ауа температурасы 25 градус ыстықты көрсетіп тұрды. Мамыражай шақ көңілдеріне шуақты аямай құйғаннан ерекше қуаттанғандай, елдің бәрі бүгінгі ойға алған жоспарына үлгіріп қалмаққа әлде бір шаруасына асығып бара жатты. Үлкен жолдан әріректегі жазықта бетегемен жусан аралас өскен жолсызда бір жеңіл көлік тұр еді. Айдалада жалғыз көлік неғып тұр деп ешкім секем алмаса да, бұл полицияның назарын аударды. Тергеушіге Ауди көлігінің артқы орындығында етпетінен жатқан ер адам бір қарағанда ұйықтап жатқандай көрінді. Денені орнынан қозғаған кезде оның мойны қайырылып кеткенін, пышақты оңды-солды сала бергеннен денесінің сау тамтығы қалмай, бүкіл тамырлары кесіліп, тұла бойының қанға бөккенін көріп, көзі тас төбесінен шықты. Көліктің орындығы қап-қара болып көрінді. Ал аяқ қояр жердегі қан кішігірім көлшік болып
үйіп қалған. Тергеуші жас еді. Тұла бойы түршігіп кетті. Өткен жолы іштен бекітулі пәтерде көп жатып қалғаннан бұзылып, құрттай бастаған мүрдені көрген. Ал 4 ай бұрын адам денесін қолын қол, бұтын бұт қылып, бөлшектеп қапшыққа салып, қоқысқа қалдырып кеткен сұмдыққа куә болғаны бар. Қанша ұстамды болса да, осындайды көрген сайын, іштей осы қызметке, осы жүйеге келгеніне өкінетіндей көңіл күй болады. Бұған қандай жағдайда да былқ етпейтін, жүйкемен сыздамайтын жүрек керек. Хаттама толтырылып, дене сот медициналық сараптамаға жіберілді. Нәтиже шыққанша қылмыстық іс қозғай алмайды. Қаза болған жігіттің бұлшық етті дене бітімінен қара жұмысқа шыныққаны, шаруаға піскен шымыр екені көрінеді. Егер алысқа кетсе, анау-мынау жігітіңе әл бермес еді. Әттең-ай, қас қағым деген осы. Бүгін барсаң, жердің шекесін ойып жіберердей болып, алшаң басып жүрсең, ал ертең тергеуші күрсінді. Қазір ол бұл жігіттің шешесіне әлде жұбайына барып, олардың күңіренген қайғысына, көз жасына куә болады. Әрі мүрдені ашуға рұқсат алуы тиіс. Жігіт бастапқыда мойындарына қойып бергенше ештеңені мойындамады. Тек куәгерлердің хабарлауынан бөлек таксидегі GPS навигаторы, таксистің телефоны, жол бойындағы камералар мен көлік ішінде қалған саусақ іздері арқылы көп жай мәлім болғанын білгенде барып ернін тістеледі. Ол менің қызыма қырындауын қоймады, деп ақталмақ болды жігіт. Алдын ала сөз байласып, қасақана кісі өлтірудің жазасы ауыр болатынын білетін ол, таксисті жанжал үстінде абайсыз өлтіріп алғанын айтып, бет бақтырмады. Пышақты қайдан алдың? Сол Аудидің ішінен таптым. Таксистікі. Пышақты неше рет салдың таксистке? Үнсіздік. Ол қансырап жатқанда да пышақ ұра бердің бе? Ол өзі кінәлі. Мен жолда кездескен тоғайға кірдім. Шаруам болды. Ал қайтып келгенде жігітім таксистің кеудесіне пышақ сұғып алыпты. Мен шошып кетіп қатты айғайлап шыңғырып жібердім. Осылай етсем, ол есін жиятын шығар дедім. Бірақ ол қарамады, пышақты сілтей берді. Ол маған мына таксисті жоқ қылып, көлігін айдап кетеміз деп айтқанда мен қарсы болғам, деді қыз. Күдікті жүзі 20 сантиметр болатын өткір пышақты өзімен бірге алып жүрген. Таксистке бірнеше жерден пышақ салған. Бірақ ол жерде куәгерлер тап болғандықтан бастапқы жоспары болмай қалған. Аудиді оқиға орнынан 150 шақырымға айдап барғанда бензині біткесін ішіндегі мәйітпен далаға тастап кеткен. Рюкзактан таксистің заттары шықты. Және белгілісі, таксист жарақаттанғаннан кейін де бірнеше сағат бойы тірі болған. Оған алғашқы дәрігерлік көмек берілсе, оны құтқаруға болар ма еді. Бірақ күдікті оны үсті-үстіне пышақтай берген. Деген айыптаушының сөзінен кейін ауыр тыныштық орнады.